Міне 45 жылға жуықтады. Раушан Абатқызының әр күні сәби жүрегінің дүрсілін естуден басталады. Болашақ ананың қауіп-қатерсіз дүниеге сәби әкелуі әуелі оның денсаулығы мен қоршаған ортасына, сондай-ақ медициналық көмектің деңгейіне байланысты. Яғни жас аналардың бойына бала біткен бойда ақыл кеңесімен алғаш көмекке келетін осы дәрігерлер. Раушан Кәрібаева медицинаның сан түрлі саласынан ауыртпалығы зор акушер-гинекологияны таңдауының өзінде үлкен мән бар. Алматы медицина институтын 73 жылы бітірдім. 73 жылы бітіріп, осы Қызылорда қалалық перзентханаға келіп жұмысқа тұрып, интернатура өтіп, осы жерде жұмыс жасадым. Қалалық перзентханада 30 жыл жұмыс жасадым. Оның ішінде жаңағы әйелдер консультациясының меңгерушісі болдым. Одан перзентхананың физиология бөлімінің меңгерушісі болдым. Одан 7 жыл бас дәрігерінің орынбасары болып жұмыс жасадым. Еліміз тәуелсіздік алған кезеңде денсаулық сақтау саласында да 90-шы жылдардың ауыртпалығы сезілгені белгілі. Раушан Кәрібаева емдеу орындарында медициналық құрал-жабдықтар жұтаң, әрі дәрі-дәрмек аз, науқастарға тек жылы сөз ем болған шақты да көрді. Арал мен Қарт-Қаратаудың арасын шарлап, тұрмыстың тарлығына қарамастан ұрпағын көбейткен шалғай ауылдағы аналарды ерік жігеріне талай куә болдым дейді акушер естелік кестесін ақтарып. Мен 90-шы жылда сол перзентханада жұмыс істедім. Өте қиын жағдай болды, 3-4 жыл. Жаңағы дәрі-дәрмек жетіспеді, басқа тағы жағдайлар, әйелдердің жағдайлар, тұрмыстары өте нашар болды. Соған қарамай енді босанады ғой, это природа. Соларға енді көмектестік. Сөйтіп, ол заманнан да шықтық. Қазіргі заман, қазір тамаша заман. Мына оборудование дейміз ғой. Қандай тамаша қазір осы перинаталдық орталықта. Елдің әлеуметтік ахуалы жақсарып, ұрпақ көбейіп, халық саны артқан 2000-ші жылдары дәрігер жетістіктерге марқайып қана қоймай, кәсіби ізденістерін жетілдірді. Әсіресе ана мен бала перинаталды орталығына қызмет еткен тұста салаға соны жаңалықтар енгізуге атсалысты. Жаңа туған нәрестені анасынан айырмай, ерте ана аузымен ауыздандыру, шала туған сәбиді кенгуру әдісімен жетілдіру. Аталған медициналық көмектерді жаңа технологияға сай жоғары деңгейде көрсетуге жұмыс жасады. Денсаулық сақтау ісінің үздігі Раушан Абатқызының кәсіби қабілетінен бөлек адамгершілік қасиеттері бір төбе дейді білікті дәрігердің үзеңгілес әріптестері. Раушан Абатовнамен бірге жұмыс істеп келе жатқанымызға қазір 30 жыл болыпты. 30 жыл уақыт аз нәрсе, аз уақыт емес. Раушан Абатовнаның еңбегі үлкен зор, үлкенге құрмет, кішіге ізеттеп, бұл кісінің адамгершілік қасиеті де биік, жоғары. Біз оны өте бағалаймыз сол кісіні. Айта кетейік, Раушан Кәрібаева 45 жылдық кәсіби қызметінде қатарынан 3 ұрпақ өсіп жетіліпті. Яғни акушер алғаш кіндігін кескен сәбилердің алды бүгінде ата әже атанып, немере сүйіп отыр. Мыңдаған қызылордалықтардың кіндік анасы атанған акушер дәрігердің еңбегі елеусіз қалған жоқ. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойында шапағат медалімен марапатталды. Әйтсе де мейірімді жан бұл ана мен бала денсаулығын жақсартудағы менің ғана емес, осы саладағы барша ұжымдастарымның еңбегіне берілген лайықты марапат деп есептейді. Айгүз Қожақова, Нұржан Музараевшин, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.